Баршаларыңызға қайырлы күн, анон болсыншы, кеңестеріңіз қатты керек болып тұр. Жасым 26-да, бір перзентім бар, 7 жаста, Аллаға шүкір. Жолдасым 5 жыл бұрын өмірден өткен, Алланың қалауымен. Енді осы уақыт аралығында өзімді қолға алуым керек деп ойладым. Өзімнің тұрақты жұмысым бар шүкір. 1 жыл бұрын бір жанмен танысқан едім. Өзі намазхан, жасы 34-те, жеке кәсібі бар, өте жақсы жан, біраз жағынан байқап қарадым. Кейін ол кісі маған екінші әйел болуымды ұсынды, бірақ мен оның өтінішін қабылдамадым. Енді сол кісі артымнан қалмайды, сыйлықты да сыйлайды, ақшаны да аударып жібереді, бәрін жасайды. Мендегі қорқыныш тек сол отбасының шырқын бұзып алмайыншы деймін, бірақ өз-өзімді ұстай алмаймын. Бірақ өзі айтады, екі жақпен де тұрамын, екі жақты да асырай аламын дейді. Енді не істерімді білмеймін, ойланып жүрмін. Басқа да ер адамдармен танысып сөйлесіп көрген едім, бірақ олар 7-8 күннен кейін төсекке шақырады. Ал мына адам мүлде өзге әлем. Ақыл-кеңес беріңіздерші, не істесем болады? Өздеріңіздің кеңестеріңізді комментарийға жазып өтсеңіздер, мен барлығын сол жерден оқитын боламын. Және де өздеріңіздің оқиғаларыңызды осында жазсаңыздар болады.